Қайырлы күн достар, сіздермен бірге слушаш. Бүгін сіздермен өрік қосылған өте дәмді пирог дайындайтын боламыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен ұнымызға өте салқын сары майымызды, қопсытқышты және тұз салып араластырып аламыз. Барлығын қолмен жасаймыз. Маймен ұнды араластырып, сәл демалуға қалдырамыз. Кейін бөлек ыдыста қантымызбен бір жұмыртқаны жақсылап араластырып аламыз. Керекті заттардың барлығын көлемін описаниеда қалдырамын. Сол жерден қарай аласыздар. Осылай жақсылап барлығын араластырып алғаннан кейін ұнымыз бен майдың үстіне құйып қамыр жасайтын боламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Қазір өріктің сезоны болғандықтан міндетті түрде бұл пирогты дайындап көріңіздер. Дәмі өте дәмді болып шығады. Осылай қамырымызды жасап аламыз. Кейін формамызға пергамент қағаз салып, немесе май жағып, бірден үстіне қамырды салуға болады. Форманың үстіне қамырымызды салып, формаға келтіретін боламыз. 1/4 бөлігін алып қаламыз, кейін бетіне себеміз. Осылай қамырымызды қолмен формаға жайып шығамыз. Міндетті түрде бортиктарын жасаймыз. Қамырымызды формаға келтіріп болғаннан кейін тоңазытқышқа жарты сағатқа қалдырамыз. Ол уақытта начинкамызды жасайтын боламыз, яғни салмамызды қызып тұрған табаға қантымызды салып, осылай араластырып ертіп аламыз. Кейін үстіне сары майды саламыз. Тағы да барлығын жақсылап араластырып жібереміз. Орташа отта немесе баяу отта жасаймыз. Мен сәл қантты ертерек араластырып қойғандықтан қантым жиналып қалды, комок болып. Кейін үстіне өрігімізді саламыз. Барлығын жақсылап араластырып 5 минут өте баяу отта қалдырамыз. Салмамызды сәл суытып аламыз. Банағы тоңазытқышқа салып қойған тестімізді алып, қамырымызды осылай начинкасын жағып шығамыз. Бұл уақытта печкамызды 180 градусқа қыздырып қоямыз. Міндетті түрде қызып тұрған пешке салу керек, және үстіне қамырдың қалған бөлігін осылай сеуіп шығамыз. Өріктің иісі өте күшті болып шығып тұрады. Камера сізге жеткізе алмайды ол иісті. Міндетті түрде дайындап көріңіздер бұл пирогты, өте ғашық боласыздар, шынымен де дәмі де ерекше. Салмасын ауыстырып тұруға болады. Міне піскеннен кейін осындай болып шығады. Печкада айтпақшы, шамамен 35-40 минуттай пісіреміз. Қазір кескендегі түрін көрсетемін. Міне пирогымыз осындай болып шығады. Дәмі шынымен тіл үйір.